Жанашырым мана, дарашыңым мана, барасылым мана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі таныстырылымда Suzuki GSX 200 күп мотоциклінің таныстырылымын жасаймыз. Бірінші кішігірім бірінші шағын айта кетейін. Бак 11 литр. Мына жерлердің бәрі темір, балансирующий бар. Мыналардың бәрі темір. Артқы нелері де темір. Орындық таза кожа. Жұмсақ сиденье. Айналарының несі, мынасы пластмасс енді. Мыналар темір. Крыло да темір. Ал енді жайлап бастайық. Торымыз өздеріңіз көріп отқандай жеткізбен бұл. Май торымыз дейді. Размері мына жерде жазулы 3 милли дейді қалыңдығы. Жеңіл салмақта, мынаның бәрі ауыр болатын болса, бұның бәрі жаңа қарқынға, скоростқа әсер етеді. Дискі, алюмин дискі. Сәндеулеріңіз ие болады кейін. Әртүрлі не қосуға болады, таза ақ дискі. Доңғалақтың размері 318, бірақ протекторлері биік, протекторлері бар. Доңғалақтың маркасын түсіре кетейін, мұндай бренд. Сосын балшық қағарда мына жерде біреу орналастырған. Сырты пластмасс, ішінде темірі бар. Мына темір болмаса, доңғалаққа тиіп қалады, ғырылдап қалады. Ал мына жердегі балшық қағар крыло дейді. Қазақша балшық қағар деуге болады бұны. Темірден бұл. Мына жаңа жеткі тормыстың несі, тросы. Амортизатор әдеттегідей. Размері әдетте қытайский мотоциклдермен бірдей. Амортизатор кетіп қалса, бұған амортизатор таппай қалу деген тема болмайды. Кез келген қытайский мотоциклдің амортизаторын саласы алдыңғы. Мына жерде GSX деген жазу бар, логотипі бар. Парымыз доңғалақ бар. Ішінде әдеттегідей лампочка қойылған. Диодпен қойып алуларыңызға болады. Әртүрлі өздеріңіз қалаған нұсқада бұның бәрін дизайн деуге болады. Мынада краскасы өте тамаша, мынау көп. Сыры жақсы бұның краскасы. Жаңбырда тұрып қалса, далада тұрып қалса, татпаспайды, таттанбайды. Защиталары дейміз, қорғаныш темірлер алдың парларды сақтайды, читоктарды сақтайды, жығылған жағдайда. Поворотниктар, бұрылу шырақтары екі жағында да болады. Сосын читок әдеттегідей, міне біріншісі жалпы километр басқаныңызды көрсетеді, екіншісі мынау теңшеп қойға болады. Баратын жерлеріңізге өзгертуге болады. Мына жағында бұрайтыны бар, осымен бұрап нөлге теңшеп қоясыз, мысалы. Қанша километр жүргеніңізді бәрін көрсетуге болады. Бұл жерде 5 деп тұр, 5 километр деп көрсетіп тұр. Бұның бәрі мотоциклді тексеріп, жаңа доңғалан айланған кезде спидометр айланады. Бағы таза 11 литр, күміс рең.
Мынаны қараңыздар, мына темірді. Мына темірі жоқ мотоциклді алмай-ақ қойыңыздар. Өйткені мынау жығылған жағдайда бір жағынан қисаятын болса, рол майысып қалады. Рол сатып алып жүресіз. Ал енді жаңа пазиндаларда жүрген кезде оның бәрін сатып алудың өзі проблема ғой. Сондықтан мындай темірі болған алған дұрыс. Рол майыспайды. Қорғаныш темірі бұл. Сосын осындай сырмен алыңыздар, әсте қара алмаңыздар, қара тат басады. Мынау алдыңғы торымыздың жаңа май торымыздың майы тұратын жер. Мынау енді майдалау келеді. Газдың несі. Мынау моторды өшіріп қосатын. Кілтті былай ашасыз. Нейтралкада тұру керек. Мына жерде от алдыратын. Бір басасыз, от алады. Статормен от алады. Ал мына қызылды жоғары бассақ сөнеді міне. Мұның қызметі осындай. Енді мынау шырақтар жаңағы. Дальний, ближний, үлкен шырақ. Енді мына екінші жағын таныстырып өтірейін. Мына шошақ пасос бұл. Бұлай тартасыз, пасосты көтеріп, жаңағы суық жағдайларда, моторды қызбаған жағдайда осын не басып қойып, от алдырсаңыздар тез от алады. Мына жаңа дальний, алдыға тіке түсіретін шырақты. Ближний, дальний, ближний мына жерден тұрақты қосып қойға болады. Алдыңдағы машина саған қарай шығып келе жатқанда дальний жағатын кезде мынаны қыса салуға болады. Маргеттайтын. Мынау поворотниктар. Оңға жақсаңыз оңға, солға жақсаңыз солға. Ал мынау сигнал. Бұл жерде кілтшік тұратын жерді осындай орналастырған. Сигнал мұнда орналастырған. Защитасы осындай міне қоржындары бар жаңағы. Айналарын, күліштарын осында сап қоямыз. Бұдағы ең зор мақтанышты айтайын. Мотордың качествосы өте жақсы. 200 күп ойып отырып жазылған мына жерде. Цилиндрлерде бар. Цилиндрде жазған 200 күп деп. Ана жерден камера жақсы көрсете алмай тұр. Көзім көріп тұр. Енді оны өзіңіз алып жатсаңыздар көресіздер ма цилиндрде. Балансирующий вал бар міне, мотор дірілдетпей тұратын бар бұда. Қағыр екінші үлкен пилос міне, документ бар бұда. Кәдімгі гос нөмір алуға болады. Таможня, декларация, сертификат бәрі бар бұда. Документті қазір үстіне жайып қойып көрсетемін. Не, таможня, декларация, таможня, сертификат, қытайский сертификат, купли-продажа бәрі болады бұда. Бірден 11 000 теңгеге апарып, гос нөміріңізді ала бересіз. Яғни шекарадан келуі бәрі заңды, тіркелген, өкіметке салық төлейтін компания кіргізіп отыр бұны. Қытайдан келеді бұл. Нөміріңізді тағып алаңсыз жүруге болады. Және моторына гарантиясы бар. Ол жайлы осында WhatsApp нөмірлерін бәрін қалтырам, телефон нөмірі. Соған хабарласыңыздар. Go GSX деп атайды, GGGSX деп атайды. Мына жердегі логотип осындай, Suzuki. Артқы доңғалақтардың да размерін айта кетейін. Артқы доңғалақ үлкенірек, 325-те 18. Септің защитасы бар. Мына сеп ұзарған теңшейтін осы типте орналастырылған. Мотордың астындағында сұрастырып атады. 164 FMM. Мына екі жағындағы
багажникте ұстап тұратын темір де бар. Мына темір жоқ болса бар ғой, мына шіріп қиылып түсіп қалады мына жерден. Мына темір барын алыңыздар. Сосын мынау темірден болу керек. Мынау пластмастан болса тез сынады мынау. Күштел, қара күштел. Аяқ торымыз міне мындай орналасқан, міне тас қақпайды, күштелдің үстінен орналастырған. Сосын майды міне жерден көруге болады міне. Әйнекпен бар, майды міне жерден кешке чұрып бұраудың қажет жоқ. Мына жерден көре саласыз, май бар ма, жоқ па, таза ма. Моторның оздық ақылы жеңдерде бар міне жерден міне. Моторды суытып тұратын. Және моторға тат түсірмейтін не қарастырылған бұда. Мынау темір таза. Аккумуляторыңыз отырып қалса, кикстаторда бар, мына мен оталдырасыз, міне теуіп оталдыратын бар. Енді мотоцикл жайлы толық мәлімет берді деп ойлаймын. Кем кетік болса толықтайсыздар. Ең жоғарғы скорость бұда 100. Енді жана звездюшкаларын өзгертіп, мотордың күшін өзгертсеңіздер 120-140-қа дейін шығады. Енді бұндай мотоциклмен 140-120 ұстау енді өлімге асығу деп ойлаймын өзім. Негізі мотоцикл болсын, мопед болсын 80 ең дұрыс скорость. О 140-120-дан асып кеткеннен кейін трассаның о жағынан бұл жағына шығады. Бұлар енді таза спорт байк емес қой жаңағы. 180-200 жүретін қып жасамаған бұларды. Бұлар жаңағы ауыл шаруашылыққа барып кел, шауып кел, маңайдағы жұмысты тындыруға арналған техникалар бұл. Ешқашан спортқа арналмаған. Заказ беріңіздер, кез келген жерден заказ қабылдаймыз. Қазақстан болсын, Қырғызстан болсын, Ресей болсын, кез келген точкаға жеткіземіз. Және кез келген төлеу мүмкіндігі бар. Кредит рәсімдеу жағы болсын, бәрі бар. Жазыңыздар, хабарласыңыздар. Комментарийға тікелей жазыңыздар, WhatsApp-қа шығыңыздар, телефон нөмірге шығыңыздар. Жақсы бағада. Гос нөмірмен таппайсыздар. Мемлекеттік нөмір болады оларда, тіркеуге болады, тіркеуге қоюға болады. Яғни тіркеу жасап алғаннан кейін жер әлемді кезулеріңізге болады бұнымен. Негізі бұлардың моторының шыдамдылығы 5-6 жылға жетеді. 5-6 жылдан кейін енді шамалы май жей бастайды. Поршың қалса оны алмастырып, тағы да жаңа мотоцикл алып жүре беруге болады. Көп ақша салмайсыз, запчастарды арзан болады. Запчас өзімізде бар. Запчас керек болса тағы да жазасыздар. Мына жерде 200 түрлі запчастың түрі бар. Поршындары болсын, мына жерде комплекті бар. Поршын, гильза, клапан, коленвал. Қысқасы моторыңызға не керек, соның бәрі новый. Бұл зат іздемес бұған. Новый алып саласыз. Және запчастар өте арзан болады. Мотор кетіп қалса, мотор тірілтіп алуға ар кесе 25 мың, 30 мың теңгедей кетеді. Және покрышкалері бар, багажниктер бар. Защиталары бар, аккумулятор бәрі бар. Қысқасы осы мотоциклге не керек? Денесіндегі запчастардың бәрі 100% бізден шығады.